Сәлем достар, сіздер Қадырбай футбол арнасындасыздар. Бүгінгі видеода біз Барселона туралы ақпараттар мен жаңалықтармен бөлісеміз. Бұрын Испания суперкубогының финалы өтіп, сол финалда Барселона 3-2 есебімен жеңіске жетіп, Испания суперкубогының иегері атанған еді. Сол матчта Френки де Йонг қызыл қағаз алып, 2 матчтан шеттетілді. Матчтың ең үздік ойыншысы Рафиня атанды. Үздік ассистент Фермин Лопес. Әдеттегідей ең үздік сұрмерген Рафиня. Жоу Кансело Барселона ойыншысы атанды. Жоу Кансело үшін Аль-Хилалге 4 миллион евро төледі. Канселоның айтуы бойынша Барселона әлемдегі ең үздік клуб. Тарихи жетістік. Ханси Флик Пеп Гвардиоладан бері қатарынан 2 суперкубок жеңіп алған алғашқы бас бапкер. Рафиня Франция футбол федерациясына футбол қарасын деді. Дебес пен алтын топтың үздік құрамына енбеуіңіз туралы не айтар едіңіз? Ештеңе демеймін, олар футболды көбірек қарауы керек. Рафиняның клубтық мансабындағы ең көп гол соққан қарсыластары. Реал бразилиялық ойыншыдан Портоменсе командасынан да көп зардап шеккен. Осымен видео аяқталды.